Атқаздар, Абдуллина Аружан. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бір подготовка, білмеймін, студенческая осень или студенческий баға дайындалып болып жатқан деп ойласам, сіздер менің қарсылық жатқан екенсіздер. Көп рахмет. Мен тұрып барлықтарыңызды көрейін. Керемет, әдемісіздер, бәрі әдемі. Қыздар да бар, ер балалар да бар, ер балаларға орын жетпей қалыпты ғой, иә? Жарайды, көп рахмет. Менің әріптестерім бүгін. Дұрыс па? Енді сіздер лекторларыңыз кету керек. Біріншіден көп рахмет айтқым келіп жатыр. Неге десеңіздер, мен де өзім студент болғанмын. 2001 жылы нархозды бітіргенмін, 2003 жылы Казгиваны бітіргенмін. Студент болып жүргенде, біздер ректор кіргенде, біздерді коридорлардан қуып шығатын. Как будто ректор студенттер университетте студентті көрсе, бір шошып таңғалып қалатындай. Негізі нормальный нәрсе ғой студент жүрген университетте. Сосын бұндай шараларды біздерге ешкім ұйымдастырмайтын. Ешбір конференция, танымал адамдармен кездесу, бір оқу тақырыптан басқа тақырыптарды біреулерді шақырып, эксперттерді шақырып, талқылау болмаған. Сонымен, Мирашин, сізге көп рахмет мені шақырғаныңыз үшін. Сіздерге де көп рахмет бүгін келгендеріңіз үшін. Құрметті медициналық колледждің студенттері, алдарыңызда БМК студиясында бағдарламасының қонағы, Біріккен ұлттар ұйымының ИРУПА қорының Қазақстандағы халық саны саласындағы құрметті елшісі, танымал әнші және белсенді Ақмаржан Көшербаева. Спасибо, Ахмазар, что прекрасно представил нашу гостью, которому какое количество людей собралось в наших зрителей, не первый день знакомы с Ахмаржан. Ақмаржан, біздің ұсынымызды қабыл алып, сұхбат бергеніңіз үшін сізге білім алушылар атынан алғыс білдіремін. Қоғам арасында өзекті тақырыптарды көтеріп, отбасы құндылықтары, Қазақстандағы ерте жүктілік, әйелдер құқығы мен тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы ашық айтатын аз әншінің бірісіз. Бүгінгі кездесуімізді осы мәселелерге байланысты жазылған әніңізбен бастасақ. Қыз тағдыры. Иә. Қыз тағдыры атты. Біз кішкене әнді жіберіп, балаларға обсуждение ретінде кішкене жіберіп. Жарайды.
Өте әсерлі болды, рахмет. Ал енді қыз тағдыры бейнебаяны өзіңіздің біріккен ұлттар ұйымының Еуропа форумын елестіреді, жолыңыздың басталу жайлы айтып берсеңіз. Көп рахмет, жаңа қайтадан қарап шықтым. Біраз болыпты көрмегенім бұл бейнебаянды. 5 жыл бұрын шыққан бейнебаян 11 қазан күні халықаралық қыздар күні болып аталатын мейрам өтті. Сол 5 жыл бұрын осы біздің қыз тағдыры атты бейнебаянымызды сол күні біздің қыздарымызға арнап жариялағанбыз. Біріккен ұлттар ұйымымен бірігіп жұмысын сол кезде басталды. Бұл бейнебаян қандай тақырыптарды талқылайды? Ол қазір статистика деректері көрсетті ғой. Негізі одан да нашар болып кетті. Қазір мына жерде әрбір 8-ші әйел зорлық-зомбылыққа ұшырайды деп жазылған. Соңғы зерттеулерге қараса, әрбір 5-ші әйел, былай қазір мен рассчитайтесь на 1, 2, 3, 4, 5 десем, 1, 2, 3, 4, 5 зорлық-зомбылыққа ұшыраған. 1, 2, 3, 4, 5 зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Осы актовый залдың ішінде ғана, как минимум, қаншасыздар қазір осы 200 адам бар ма, жоқ па? Соның 40-ы зорлық-зомбылыққа ұшыраған деп айтуға біздің құқығымыз бар. Сонымен бұл жоба әлінен басталды, менің іздеуімнен басталды. Өйткені жаңалықтарды қазір азында тұрған телефонды қосып саламыз ғой. Жаңалықтар Қызылорда тумасы, 20 жасты Қызылорданың тумасы баласын мусорный жәшікке лақтырды деп шығады жаңалық. Соны оқисың, масқара, ол не деген ужас, 21 ғасырда тұрып жатырмыз, білмейді ма, интернеттен қазір неше түрлі ақпарат бар, ізденіс жасасаң табасың ғой дегендей. Және комментарийларды оқысам, мұндай жаңалыққа астында жазылған. Тек қана сол қызды айыптайды. Біреулер, ой, такая сволочь, надо ей вырвать матку, сіздер медики же, да? Но вы представляете, да, это же ужас. Сонда жазатыны тек қана сол қызды айыптау, что она с Кызылорды, они там такие сякие, ой, да, как с мужиками спать, значит, он еще былай жазады ғой, прям ауыр жанына тиетін сөздермен жазады ғой. Оны осындай өздері осындай нәрсе, например, осындай жүкті болып қалған қыздар оқыса, жүректері қорқыныштан секіріп кететін шығар. Олар өздерін өлтіреді сосын, түстік жасайды. Қалай жолдарын табады, қандай жолдарын табады десеңіздер, біреулер мысықтардың для бесплодия таблеткаларын ішеді, біреулер саунада отырады, кровотечение басталсын деп, біреулер спицалармен маткасын протыкали. Сонда докторға барып аборт жасату ол ұят. Ал өз-өзінің денсаулығын, өз-өзінің өмірін бұндай қатыгездікпен өз-өзіне қарау, өз-өзіне осындай нәрсе істеу, ол ұят емес. Зато ешкім білмейді. Және бұл қыздар, 20 жасар Қызылорданың тумасы общежитиеде бала туыпты. Ол общежитиеде тұрса, значит, ол студент қыз. Қасында сендер сияқты подружкалары бар, достары бар. Қасында соседкасы бар шығар комнатында. Және педагогтары, ұстаздары бар. Хотя бы біреу, ол 9 айда жүреді ғой баланы осы дүниеге әкелу үшін. Ол 9 күнде болып қалатын нәрсе емес. Сонда қасында ешбір адам болмаған ба, саған не болды? Саған қалай көмек, мен қандай көмек көрсете аламын? Сен давай бұндай ешбір жаман нәрсе істеме өзіне. Қазір кризисный дағдарыс орталықтары бар. Және ол қыз роддомға барып баланы туса, сол жерде өзінің шешелік құқықтарынан айырса, өз-өзін баламнан бас тартамын деп, оған заң тұрғынан еш нәрсе болмайды. Ол бала мемлекеттің обеспечениесіне кетеді. Ал қазір оны
полиция ұстап сот болып шықса, ол қызды 8 жылға дейін бостандығынан айыру мүмкін. Сонда қараңызшы, да, на весах вот что стоит. Ваша свобода, жизнь, здоровье и благополучие. Және бұл бала бұл дүниеге өз-өзімен келген жоқ қой. Ол жерде әке бар. Ал бұл баланың әкесін жауапкершілікке тартты ма? Ол заңды ма? Ол заңды. Ол емес, ол баланы туып бақтырған. Бірақ бұл әділетті ма? Жоқ. Сонда мен осы заңгерлермен және судьялармен сөйлесіп жатқанда олар айтады, кейбір кезде біздерде осындай істер болады, міне заң 100% заңды бұзған, бірақ ол әділетсіздік. Бұл қыз бұндай нәрсе істеуге итерген нәрселер бар. Ол біздің қоғамымыздың айыптауы. Ең бірінші нәрсе ұят. Кімнен ұят? Бізден ұят. Өйткені біз біліп қойсақ, ой, ол күйеусіз бала тауыпты, аналардың қызы сендер білесіңдер ма, ұятқа ұшырапты, сондай әңгімелер, ол біздің миымызда, как говорится, просачивается и становится нашей идентичностью дегендей. Сонымен осындай жаңалықтар бір қалай айтсам келіспеушілік туынды менің ішімде. Мен ізде бастадым. Қарасаңыздар, Артишок деген театрда ұят деген спектакль қойылған. Білмеймін, қазір олар көрсетіп жатыр ма, ол спектакльді көрсетіп жатқан жоқ па. Бірақ мен сол спектакльге барғанмын. Сол спектакль маған өте бір керемет әсер етті. Өйткені олар сахнадан көрсеткен нәрсе, олар ешкім мынау дұрыс, мынау жаман деген жоқ. Жай бір ситуацияны көрсетті. Қыз екі қабат болып қалып, далада бала туып, өзі қайтыс болады. Соны сол спектакльдің соңында біреулер күліп отырды, біреулер жылап отырды. Ешкім равнодушный болып шыққан жоқ. Мен де ойладым, мен де осындай ән шығарсам, мүмкін біреуден бір ой пайда болса, қасында жүрген адамдарға бір кішкене мейірімділікпен, бір жақсы көзқараспен қарасақ дегендей. Сол кездерде жауапкершілік біздің жастар жыныстық қатынасқа кіреді. Оны қандай риски последствия болатынын сіздер медик сияқты білесіңдер, бірақ махаббат сезімін ешкім алып тастай алмайды. Кейбір кезде біз алданамыз, сеніп қаламыз, бірақ мен осы қыздармен де, ер балалармен де жұмыс істеп жатқанда айтатыным, осы сен партнеріне 100% сенесің ба? 100% ол мені қалдырмайды, мен бірге жауапкершілікті соңына дейін көтереді деп айта аласың ба? Тек қана сол кезде және өз-өзіне бұл, как говорится, пассивная ноша или нет, да? Если будут риски. Риски ведь не только беременность, еще и инфекции, передающиеся половым путем, а это даже страшнее. Беременность — это самое лучшее, что может случиться, правда же? Вот, и сонымен осылай қыз атты әнім жобаға арналды. Қоғамдық жұмысымды сол кезден бастап бұл күнге дейін әкеліп жатырмын. Репродуктивті құқықтар, репродуктивтік денсаулық және гендерлік теңдік, гендерлік стереотиптермен күресу, зорлық-зомбылыққа қарсы, балалар мен әйелдер құқықтарын қорғау. 2009 жылы сіз Найробида өткен халықаралық саммитте ашқан болатын екенсіз. Сол туралы өз сезіміңізді айтыңызшы. Енді ең үлкен менің жетістігім сол шығар. Сіздердің ректорлеріңізбен бірге бір
командамен Найробиға барғанбыз 2019 жылы қараша айында үлкен саммит өткен. Ол жай ғана жыл сайын өтетін саммит емес, ЮНФПА қорының 50 жылдығына арналған және қателеспесем Каир конференцияның 25 жылдығына арналған форум өткен. 170 мемлекет қатысқан, 10 мыңнан астам делегаттар қатысқан. Соны мен осындай құрметке сай болдым. Сол саммитті аштым. Қазақ тілінде, қазақ қыздарға және жігіттерге арналған әнмен сол саммитті мен ашқанмын. Енді ең үлкен сол менің жетістігім деп айта аламын. Адамдық парыз, адамгершілік, рухани парасат, шыншылдық сияқты қасиеттер күлкіге, мысқылға айналып кетті. Жастар арасында жақсы тұрмыс, жаңа биіктерге теріс жолмен, оңай жолмен жетуге болады деген ой пікір. Белен алып қана қоймай, қалыпты қолды саналатын жағдай жетті. Осы жөнінде не айтасыз? Кішкене сіздер как будто бір акимат сотрудниктер сияқты болсыздар да. Давайте неформальный встреча болсын. Сұрақтарыңыз бар болса. Өйткені бұндай формат әрине сіздердің программалар бар. Оған біз кішкене қарап тұрамыз. Мен сіздермен бүгін гендерлік теңдік туралы да сөйлескім келеді. Негізі қазір гендерлік десек, қандай сендерде ассоциация бар? Айтыңдаршы. Ол қыз. То есть пол и гендер. Есть разница? Есть. Давайте я вам задам такой вопрос. Давайте я стану, да? Например, я вам объясню очень просто, в чем разница между гендером и полом. Например, я говорю, так, в этом зале находится 20% мальчиков, 80% девочек. Это про пол или про гендер? Про пол. Или я скажу, что, вы знаете, мальчикам плакать нельзя, а девочки очень много разговаривают, и им место на кухне. Вы как медики, как вы определяете пол, ну, например, человека? По первичным половым органам, правильно? Да? То есть ребенок родился, вы не знаете, он может быть феминистка, а может быть он ЛГБТ, а может быть он, я не знаю, не определился и так далее. То есть вы определяете, это мальчик или девочка, правильно? Поэтому все, что касается статистики, все, что касается цифр, это про пол. Когда статистика работает с опросами, например, о том, что у нас более 70% женщин работает в социальной сфере, да, то есть медицина это тоже социальная сфера, и я вижу, что здесь больше девочек. И завтра я, когда попаду, например, на прием к врачу, скорее всего, я попаду к девушке, да, там медсестра будет девушка. Поэтому это про пол. Здесь мы не говорим про гендер. А все, что касается вот таких вот навязывания ролей, что мальчики не плачут. А как вы считаете, мальчики плачут? Да, это нормально. Еще как, да? Особенно ваши мамы могут вам точно сказать, что вы наревели, наверное, от души уже за все свое маленькое детство. А, допустим, если говорят, что вот девочки все любят болтать. У меня есть подруги, которые вообще болтать не любят, например, да? Или что девочки, вот ее место на кухне. Или что она обязательно должна выйти замуж и родить. А что парень это вот, он обязательно добытчик. Он должен обеспечивать семью. Это тоже это гендерные стереотипы, с которыми мы растем, которые нам навязывает общество и так далее. Да? И что я хотела сказать, вот мы с вами уже определились, да, что такое гендер и что такое пол. Теперь вы знаете, как только вы увидите статистику, что всего лишь, например, более 55% выпускников высших учебных заведений это девочки. То есть девочки получают высшее образование количественно больше, чем мальчики.
Когда мы поступаем на государственную службу, мы сдаем экзамен. Да? 56% поступивших на государственную службу – это девочки. Ну, девушки. Но всего лишь 10% этих женщин доходят до высшего управления. Почему? Гендерные стереотипы, правильно? То есть, ну да, женщина выпадает по ходу, потому что у нее семья, она же мать, она должна детей воспитывать, растить, да, и так далее. А еще это называется, знаете, есть таких два феномена: липкий пол. Липкий пол — это то, что у вас вот вы стали сюда, прилипли, и вы не можете отлипнуть, да, это ваша семья, дети болеют, и так далее, и тому подобное, там, той, трешелек, анау, а потом вы упираетесь в стеклянный потолок, который не видно, но он есть. Потому что, слушай, сен ертең главврач болып қалай жұмыс істейсің? Ол өте такой, знаете, ответственный жұмыс. Сен оны істей аласың ба? Ер балаға олай айтады ма? Жоқ. Правильно? То есть біздерде менеджер болу, бастық болу — это өте такой ответственный жұмыс, который только тек қана ер балалардың қолына келеді. Сендер енді вся жизнь впереди, бүкіл өмірлеріңіз алдында, және кейбір кезде осы қыздарды, к сожалению, біздің қоғамымызда еркектердің әйелдері деп сол жағынан қарайды, да? Сен сначала біреудің қызысың, сосын сен біреудің әйелісің, сосын біреудің шешесісің. А просто сам по себе, ондай как-то не очень-то и интересно, да? Гүлшара Әбдіхалықова деген кісі бар, әкім болған Қызылорда облысында. Сол қаңтар оқиғалары болып жатқанда, ол площадьқа шыққанда, он айтты: сіз енді әйел адамсыз, сіз кете беріңізші. Сонда ол әкім тұрғаны алдарында ешкімді не болмағалы, олар тек қана ол әйел, біз тек қана еркекпен сөйлейміз деген нәрсе. Ол гендерлік стереотип. Және енді мен өзім қыз тағдыры атты жобам туралы айтып кеттім. Бұл жерде 5 жыл бұрын бұл бейнебаян шыққанда ешбір музыкалық канал менің клипімді алмады. Гакку деген телеканалды білетін шығарсыңдар. Соған жібергенде олар маған айтқан жауабы: мы не хотим грузить наших зрителей карьеру. Сонда зрительдер сендерсіңдер. Да, телеканалы хотят вас только развлекать. Мы не хотим давать вам никакую пищу для размышлений, мы не хотим поднимать серьезные темы. Извините меня, суициды среди подростков вас касаются? Касаются. Ранняя беременность вас касается? Да. Ранние браки вас касаются? Касаются. У нас статистика: на 120 несовершеннолетних невест приходится всего лишь 6 несовершеннолетних женихов. Это о чем говорит? О том, что у девочек, по сути, с момента рождения нет никакого больше шанса, кроме того, что вот она созрела, половое созревание произошло, все, замуж. Чего ее учить? Наверное, что с ней делать рад. Просто деньги зря. Да? Я уверена, что многих из вас, девочки, родители сказали: сен бар колледжге бара сал, бір медсестра болып жұмыс істерсің, үйдің қасында бір больницаға тұрарсың, поликлиникаға, енді хотя бы бір ставка. Сондай болды ма? Потому что кейбір кезде мен врачтармен немесе педагогтармен сөйлескенде олар айтты: а я вообще хотела быть там, не знаю, инженером. Но мне сказали: ну слушай, ты же девочка, какой инженер? А другая говорит: я хотела работать в торговле. А мне мама сказала: сен әкең жоқ, ертең растрата болатса, сен отыра салады, сен қорғайтын ешкім жоқ. Поэтому сен бухгалтер бол, сен педагог бол, сен доктор бол. А бұның бәрі социальная сфера, ол бәрі қайтадан ендірлік теңдіксізге әкеледі. Неге десеңіз, экономика жағынан қарасақ, сендер социальный сферада жұмыс істеген адам 30% жалақысы төленеді.
Получается, 70% әйел адамдар болса, олар жалақылары төменірек, әрине, ол неге келеді? Зависимость от партнера. Да? Или финансовая, скажем так, созависимость деп айтылады. Оның бәрі қайтадан немен байланыстыруға болады? Зорлық-зомбылықпен және гендерлік стереотиптермен. Біздің конституциямыз бар. Негізі Қазақстанда гендерлік теңдікке біздің қыз балалардың құқықтары тең деп айтуға болады. Заң бойынша 100% қорғалынған конституцияда біз бәріміз теңбіз, және бізде закон о равных правах и равных возможностях деген бар, это закон о гендерном равенстве. Және Қазақстан біраз енді ООН біріккен ұлттар ұйымының конвенцияларына қосылған. Ол сендердің жасөспірімдердің балалардың құқықтарын қорғау, әйелдердің құқықтарын қорғау, против пыток. Но все это у нас происходит. Пытки происходят, да? Права женщин и мужчин нарушаются. Және кейбір кезде гендерлік дегенде біреулер гендерлік ол тек қана әйелдердің құқықтары туралы деп ойлайды, да? Маған айтады: а что вам сделали мужчины, вы так против них боретесь? Я говорю: я не борюсь против мужчин. Это и про мужчин, и про женщин. Чтобы и у мужчин было право, кейбір кезде айтады, или гендерлік теңдік, ол про ЛГБТ. Здесь вообще никто не говорит про вашу сексуальную ориентацию, да? Это про равные возможности, и все. Каждый выбирает сам. Мүмкін сен жаңа Ләззат Мирашин айтты ғой, мен выпускниктардың ішінде 20% сосын университетке түседі деп. Бұндай мүмкіншілік бар болу керек. Қыздарда да, жігіттерде. Сен дальше мен осы врач боламын, или, например, жұмыс істейін деп, или вообще жұмыс істемеймін, менікі емес екен, мен ертең әнші болып шығамын деп шығатындар да бар. Бұндай мүмкіншілік бар болу керек. Және кейбіреулер айтады: ал сендер қыздар біздермен тең болғыларың келеді, ертең онда армияға да барып бізбен бірге служите. Негізі енді қазір қаншама жаңалықтар болып жатыр ғой, армияға кеткен жігіттер в цинковом гробу домой возвращаются, да? Вы понимаете, вот здесь, опять же, кім шырылдап жатыр? Аналар. Еркектер. Неге какой-нибудь не создать ассоциацию отцов защиты солдатов? Или вы знаете, да, что самое большое количество причин, почему мужчины умирают, это сердечные сосудистые заболевания. То есть это же еркектер, оны ойлау керек қой. Неге біз әйелдерден раньше өліп жатырмыз? 60-қа келмей. Өмірден де рахатын көрейін деп жатқанда. Да? Сонда әйелдер өз проблемаларын айтып жатса, еркектерде оны айту керек. Армияда қазір служить етуге өте қауіпті. Солай айтуға болады ғой? Мен, например, мен қазір армияға шақырсам, мен қорқатын едім. А вдруг мені өлтіріп тастайды? Бұл еркектерге, ер балаларға да, қыз балаларға да безопасный нәрсе болу керек. Өйткені біздің қоғамымыз, мен қазір адамдардың құқықтарын қорғап жатырмын деп айтқанда, маған қарсы шығып жатқан адамдардың да құқықтарын қорғап жатырмын. Мен істеп жатқан жақсы нәрсенің, скажем так, последствиялары оларға да жетеді. Солай ғой? Я же не могу сказать, так, ана футболка киген баланың құқығын қорғаймын, қасында тұрған кофточкамен тұрған баланың құқығын қорғамаймын. Это не выборочное, да? Поэтому вы должны понять, біреулер айтады, бұндай проблема бізде жоқ. Сенің өмірің благополучный болып жатса, это күшті керемет. Сен қасында ешбір бұндай жаман нәрсе болып жатпаса, это тоже супер. Но это не означает, что басқа жерде балалар или қыз-жігіттер зорлық-зомбылыққа және басқа бір әділетсіздікпен кездесіп жатқан. Өйткені, например, менің өмірімде ешбір зорлық-зомбылық болған жоқ.
ешбір ерте жүктілік или аборт та болған жоқ. Неге мен бұндай тақырыптарды талқылап жатырмын? Өйткені менің қоғамда болып жатқан нәрсе, ол менің мүмкін үнсіз келіскенімнен шығар. Солай. Енді жүргізушілердің тағы сұрақтары бар ма? Сіз жаңа айттыңыз ғой, мамандық таңдау туралы. Соған байланысты өзіңіздің кішкентай кезіңізде қандай арман болды? Сол арманға жеттіңіз бе? Әлде қазір басқа жолмен жүрдіңіз бе? Мен негізі ең кішкентайымнан өз-өзімді әнші болып көргенмін. Ол менің арманым болған. Менің әжем менің музыкалық жағымды дамытуға үлкен үлес қосқан. Мен сені Азия дауысыға апарамын деп, мен әдемі костюмдермен костюм тігізіп киіндіріп, мен сосын концерттер беретінмін. Қазір күнге дейін енді атам әжем қайтыс болып кетті. 30 жылдай уақыт өтіп кетті, бірақ оларды танитын адамдар әлі бар, көздері тірі. Олар біздің үйімізге келгенде, мені көргенде, Ақмаржан сенсің ба, сен мынандай болып жүргенде біздерге концерт көрсеткенсің, концерт қойғансың деп айтатын. Бірақ енді әрине мен мектепті алтын медальмен бітіргенмін. Сосын нархозға түскенмін. Нархозда сол мен 97 жылы институтқа түсіп жатқанда 16 жасында. Бұл менің осознанный выбор болған емес. Международные экономические отношения было престижно. Мен сояққа түстім. 16 жасар Қызылордада Алматыға келдім. Сонда біздің нархозда бүкіл курста где-то 3-4 басқа қаладан келген студент болған. Басқалар бәрі алматылықтар, бір-бірлерін біледі, өздері продвинутый. Біз кішкене немножко все-таки ауыл жаққа келгеннен кейін отстаемые, такие прогрессивные. Сонда мен түсінген нәрсем, я могу составить им конкуренцию в знаниях. И все. Я начала учиться. Мен институтты 5-ке бітірдім. Ешкімнен кем деп өз-өзімді санамаймын. Және музыкалық мектепті бітіргенмін. Хоровое пение и игра на фортепиано. Сол нархоздан кейін мен Казгюаға түстім. Заңгер болып шықтым сол жерден. Бұны мен таңдаған өзім болғанмын, өйткені заңдарды оқып, оларды түсіну әркімге керекті. Сіздерге де соны мен айтқым келеді, өйткені кейбір кезде біз өзіміздің құқықтарымызды білмейміз. Қазір біраз айтып жатыр ғой, сендер медиксіңдер, правильно? Возможно, бір күні болмаса, Құдай сақтасын, бірақ бір қателік істеу мүмкін. Сіздер қалай қорғалынғансыңдар бұндай қателіктерден? 100% ешкім сіздерді қорғалмайды. Бірақ ондай болса, сіздер пациенттеріңіздің денсаулығына бір кедергі жасатса, сіздер білу керексіңдер, қалай мен өзімді медик есебінде қорғай аламын. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін білу керек. Және біз мектептерде оқып жатқанда бізге ешкім қаржылық және құқық туралы ешкім еш нәрсе айтпаған. Мұндай білім біздерде жоқ. Ал сіздер енді әрине медикалық учрежденияларда жұмыс істейсіңдер, одан шыққаннан кейін кәдімгі қоғамның өміріне түсесіңдер ғой. Сол жерде не білу керек? Менің өзім құқықтарым қандай, басқа адамның қандай құқықтары бар? Менің личный граница деген қазір нәрсе өте популярны болып шықты ғой. Менің личный границаларым қай жерде бітеді, басқа адамның личный границалары қай жерде басталады. Бұл жерде бір өте қызықты зерттеу болған. Америка мен Японияның жасөспірімдерін зерттеген. Сол Америка мен Жапон мемлекеттерінің жасөспірімдеріне сұрақ қойған ғой. Сені не тоқтатады зорлық-зомбылықтан? Сонда Американың 90-нан астам жасөспірімдері мен енді жазадан қорқам, біреу біліп қойса, мен сосын жазаласа. Боятся ответственности, что их накажут.
А в Японии 98% подростков ответили: я не буду совершать насильственные действия в отношении другого, потому что я не хочу навредить. Понимаете? То есть, біздің қоғамымызда қарасақ қалай? Как вы думаете, как в Америке или как в Японии? Как в Америке, да? Мы боимся, что нас поймают. Мы пристегиваться в машине начали только потому, что не хотим гаишникам попасться. Не потому, что это нас защитит, если мы попадем в аварию, правильно? А вакцинация? Что только не делали. То есть вы, как врачи, понимаете, да, вот это вот, где грань между «не навреди» и избежать ответственности. Если вы будете стоять перед выбором, я сейчас сделаю вот эту вещь, это может навредить, вы должны себя остановить. Кейбір кезде зорлық-зомбылыққа келсек, біздер құрбандарды айыптаймыз. Ой, ол тіліне қарама, бір нәрсе деген ау, өз тілінен тапты деген сөздерді біз естиміз ғой. Солай ғой? Бірақ бұл жерде мен әрине провокация болуы мүмкін. Провокация болуы мүмкін, бірақ бұны зорлық-зомбылықты тоқтату ол тек қана сіздің қолыңызда. Сені бір провокация жасап, сені прям деген қасында тұрып алып, давай жекпе-жек шығамыз, или тебя оскорбляют, ты можешь развернуться и уйти. Один раз я разговаривала с мужчиной, он говорит: она меня довела, я ее ударил, я признаю, я виноват. Но вот она не понимает по-другому. Я говорю: хорошо, ты ее ударила, она поняла? Он говорит: нет. Я говорю: значит, не работает? Он говорит: да, не работает. Понимаете, ты хоть 100 раз ее побей, она все равно не поймет. Значит, это не ваш человек. И опять же, мы когда говорим семья, партнерство, да, мы почему-то все время говорим: ел бақыты, еркек бақыты деген сөз естідіңіздер ме? А что, еркектер бізде бақытты болуға құқылы емес пе? Конечно, құқылы. Бір рет менің інім маған звондады: былай әйеліме проблема, кризис болып жатыр. Мен оны тыңдадым да, не проблема, мынандай претензиялар бар, мынандай претензия, мынандай, тек қана әйелінің претензияларын айтып жатыр да. Мен: хорошо, я поняла. Ты себя как чувствуешь? Ты счастлив в браке? Деп мен сұрақ қойғанда үнсіз қалды. Оны ешкім ешқашан сұрамаған. Сен осы әйелмен бақыттысың ба? Бақытты болмасаң, если она тебя раздражает, если она тебе пилит и так далее, ты имеешь право, у нас есть конституция, вам право делать выбор. А біздерде обязательно до конца жизни сол өзіңді құрметтемейтін, өзін біреуді құрметтемейтін, сүймейтін адаммен тұру керексің. Неге? Ойбай, бізде қазір отбасылар, әрбір 3-ші отбасы развод болып жатыр, это ужас дейді. Я говорю: это хорошо. Потому что негізі, менің ойымша, и браков будет меньше. Люди будут думать: да, я вообще не хочу семью. Кто-то хочет семью, создает не потому, что сказали: ойбай, сен 25-ке келдің, уже ешкімге керек емессің, отырып қалған қызсың, давай ти. Или сен жігіттер ауылдарына барғанда бастайтын шығар: иә, қыздар бар ма, қашан үйленесің, келін қашан келесің деп, правильно? Бар ғой. А может, оның пландары хирург болу, танымалы, не знаю, халықаралық деңгейдегі врач болу. А былай қарағанда, бұның бәрі, опять же, гендерлік стереотипке келеді. Правильно? Поэтому бұл жерде айтып жатсам, бір-бірінің бәрінің қатысы, как, знаете, вот так вот, все переплетено. Да? Я думаю, что наша беседа очень интересная. А как насчет того, чтобы спеть вместе с вами, чтобы оживить нашу компанию и нашу встречу? Да, спасибо. Сұрақтарыңыз бар ма? Қазір. Где сұрақ бар? Аружан, микрофоныңызды бүйтіп жақындатып жүресіз. Нет, вы можете?
негізі сіздермен медик деп айтып, бірақ репродуктивтік жақтан ешбір әңгіме айтпаппыз да, жыныстық қатынас туралы бәрі білесіздер ма? Бір сұрақ қойсам болады ма? Сіздерді 100% жүктіліктен және жыныстық жолмен жұғылатын инфекциядан қорғайтын нәрсе не? Что? Қандай варианттар? Сіздер неге кіретіндей сұрақтарды қой, айта беріңіздер. Я? Что вас защитит на 100% от нежелательной беременности и инфекций? Ничего не защитит, да? Презервативы на 95, а на 100? Возможно. Что же за врачи такие? Ответить? Воздержание, ребята. Вижу. Понимаете, есть выбор. Воздержание. Вот и все. Не готов к ответственности. Ты девочка, ты мальчик, неважно. Не готов к нежелательной беременности. Да? Не готов к тому, что у тебя будут какие-то половые инфекции. Вот парень правильно говорит? Презерватив на 100% не защищает. Прерванный половой акт не защищает. Промывать там кислотой, как говорится, адроспаном себе там что-то делать, тоже не защищает. Только воздержание. Вот и все. А кто может за вас воздержаться? Только вы сами, правильно? Вот и все. Поэтому, когда ты вступаешь в половые отношения, ты должен понимать, я несу ответственность. А кто несет ответственность в отношениях? Парень или девушка? Оба. Это не так, что, ой, сейчас я... А у нас было очень много, знаете, таких вот разговоров. Он просил меня, как говорится, подтверждение, что я девственница. Она переспала с ним, подтвердила. Он говорит, оказывается, мен былай сұрай салсам, сен мен жаттың, оказывается, сен әркіммен жата береді екенсің деп қалдырып кетеді. Да? Или, там, допустим, я хочу его к себе привязать, поэтому мне надо от него забеременеть. Это тоже нарушение прав того человека, который не хочет ребенка. Но у меня спрашивают, кто решает, да, оставлять беременность или нет? Как вы думаете, кто? Вот, например, я забеременела, кто за меня решает? Я сама. И если мужчина, от которого я беременна, не хочет ребенка, уже извините, не надо было со мной спать. Правильно? Вот и все. Поэтому даже если ребенок рождается вне брака, у него есть все права на получение финансового обеспечения от своих родителей. И если вы, пацаны, сейчас переспите, а потом появится девушка, а вы делаете карьеру, вы начали уже зарабатывать деньги, она говорит, я от тебя же родила, она имеет полное право подать на алименты, и вы будете платить. Даже если вы не хотели, даже если вы один раз только, понимаете? И еще у меня был такой вопрос, как... Господи, ладно, что-то у меня из головы вылетело. Ну, в общем, ну, наверное, вы знаете разницу между ВИЧ и СПИДом, да? Знаете? А знаете, что есть таблетки постфактум, которые могут сократить вероятность заражения от ВИЧ? Нет. Видите, я могу у вас преподавателем работать. Есть таблетки, которые вы можете получить бесплатно в республиканских центрах наших, да, СПИД-центрах. Ну, мало ли, был незащищенный половой акт, вы не уверены. Вы были пьяны, были в ночном клубе, ну, вы не знаете, с кем, да, с кем не бывает. Вы можете пойти туда анонимно, получить эту таблетку бесплатно, которая снижает риск заражения ВИЧ-инфекцией. И не нужно ходить по
полгода и переживать, вдруг я заразился, а потом идти в приоритет сдавать анализы. Вот какие-то две важные вещи, я надеюсь, я сегодня касательно вашей половой жизни вам донесла. И вы должны понимать, что любое принуждение – это противозаконно. Вы смотрели фильм «Дуэль» с Мэттом Дэймоном? Смотрели? Девчонки даже не смотрели. Я смотрела. Смотрели, да? Но что вы там выяснили? Интересный был фильм, я раньше смотрела, сейчас не помню. Там такая история, да? Одну историю рассказывают с точки зрения троих участников. Вот, например, мы втроем сегодня были на мероприятии, да, на этом. У Аружан было одно видение, прошло все вот так. У вас Ахназар вообще думал, что-то мне сегодня давление упало, хочу спать. А я провела офигенное время, да? То есть у каждого будет своя точка зрения. И там такая ситуация, что происходит насилие над женщиной. И там есть три версии: ее мужа, ее насильника и ее. И когда режиссер показывает ее версию, он показывает правдивая версия. То есть, если жертва говорит нет, значит это нет. И это тоже очень нужно знать, понимать. И еще раз хочу сказать, что я надеюсь, что с вами ничего плохого не случится. Но если рядом окажется парень с проблемой, девушка с проблемой, пожалуйста, протяните ей руку. Потому что наше общество... Я прочитала книгу «Бесчестие». Джон Максвелл Куцера, это нобелевский лауреат, и он пишет про апартеид Южной Африки. Про проблемы белых, черных, да, и только если ты живешь в этой стране, ты можешь понять, в чем эта проблема. То есть там, так, если коротко, сдать черного, значит, ты потом будешь изгоем. То есть, если ты белый, да, и тебе черный что-то сделает, ты его сдашь, значит, ты будешь изгоем, ты будешь, тебя не примут в общество. А мы люди социальные, да, то есть мы хотим, чтобы быть частью общества. Поэтому девочки бросают своих детей, чтобы быть частью общества, чтобы быть как вы все, как вы, девочки хорошие мальчики, вот, чтобы вы ее не отшили, грубо говоря. И там он рассказывает про то, что происходит в вашем обществе, все эти процессы. У нас очень много разных процессов, да, сейчас в обществе происходит. Вы являетесь соучастниками всего того, что происходит. Нельзя сказать: ой, я же ей не говорила, беременни и выкидывай, или там, а я же там ничего сам такого плохого не делал, или я же жену не бью. Но если вы сидите в обществе, вы пацаны, да, и на всякие такие сексистские шутки же бывают, конечно. Если вы скажете: вы прикладываете усилия. Если вы видите, что какой-нибудь преподаватель подходит к Аружан, начинает ее гладить по плечу, вы должны знать, что это непозволительно. Если Ахназару преподавательница сообщение скидывает, доброе утро, сердечки отправляет, это что? Это тоже домогательство, понимаете? Они в неравных ролях находятся. А это буллинг. Я уверена, что в этом заведении это тоже имеет место быть. Причем участниками буллинга могут быть все. Педагог, 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 ученик, ученик, педагог, ученик, ученик. Понимаете? И вы должны четко понимать, в чем отличие буллинга от конфликта. Например, конфликт. Я пришла и поругалась с парнем, говорю: вы что в кепке сидите, например, это конфликт, да? И он снял кепку, говорит: ой, извините, я чуть не запарился. Или я буду каждый день сюда приходить и проверять, снял он кепку сегодня, а снял он кепку завтра, а послезавтра еще все это буду снимать на камеру, сопровождать это унизительными какими-то комментариями. Это что? Это буллинг. То есть у буллинга есть отличительные черты, да? Это систематичность, это постоянно. Вот вроде бы уже конфликт исчерпан, а я продолжаю. Был, например, такой кейс, когда учительница поругала
свою ученицу, ее мама написала жалобу на нее, учительницы сделали выговор, а она не выдержала этого прессинга и уволилась, учительница. Вроде бы конфликт разрешен. Через полгода директор, так как это был очень хороший педагог, просит ее вернуться. Она возвращается в это учебное заведение, мама той девочки об этом узнает и начинает ее преследовать, что она не имеет права вообще работать в учебном заведении, ее надо уволить без права педагогической деятельности. Да? Это уже буллинг, потому что конфликт разрешен, учитель признал свою вину, извинился, на этом должно остановиться. И здесь очень важно понимать, что участниками буллинга являетесь вы все свидетели, а значит вы косвенно тоже жертвы, потому что этот буллинг, он в итоге что сделает? Нервозность. Да? Вы думаете, блин, она нас теперь на госэкзамене завалит, например. Да? То есть это все порождает нездоровую обстановку в обществе. Поэтому это все нужно уметь пресекать, уметь останавливать. Сейчас, слава богу, молодежь такая, они могут сказать. Вы же можете сказать? Да? И вы должны знать, что вы имеете на это право, вы защищены огромным количеством законов, законов об образовании, да? Закон о защите. Вам есть 18 лет? Нету. Закон о защите прав ребенка. Очень много законов, которые стоят на защите ваших прав. Интересуйтесь, читайте, сейчас классные есть всякие подкасты, интервью тех же юристов, тех же правозащитников. Прям забивайте буллинг, например, в школе, как себя защитить, вам выдадут. Да? Или, например, там сексуальные домогательства, как себя защитить. Да? И не знаю, видели вы или не видели, видео такое есть в YouTube гуляет, вирусное, Dear Dad называется. Не видели? Посмотрите его. Dear Dad, я думаю, там есть субтитры, наверное, на русском. Про то, как ты, вот как вы парни особенно, да, посмотрите, как ты думаешь, что ты сам не совершаешь ничего плохого, ну и все, что происходит вокруг, не имеет к тебе отношения. Но в итоге там такая очень печальная история, что его дочь подвергается насилию, и она ему рассказывает историю, что да, ты хотел, чтобы я была защищена, но ты поддерживал сексистские шутки. Ты молчал, когда ты видел, что обижает там, твой друг свою девушку и так далее и тому подобное. То есть без повышения нашей правовой культуры, да, без повышения нашей вообще культуры мы никуда не сдвинемся, и никакого же Казахстана у нас не будет. И не нужно ждать, что придет президент, или министр, или ректор и решит ваши проблемы. Ваши проблемы вы можете решить только сами. Вот, спасибо. Рахмет көп. Сұрақтар бар десе, бар болса. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Кімдерде сұрақ бар? Студенттер. Микрофон беріңіз. Ана қыз сұрақ. Олар сіздерге микрофон әкеліп береді. Ешнәрседен ұялмаңыздар. Саламатсыздар, қош келдіңіз. Сізге Қазақстаннан қуаныштымын. Сіз бос уақытыңызды немен айналысқанды ұнатасыз және осы өзінің көздеген мақсатына жету үшін осы жақта отырған жастарға қандай кеңесіңізді берер едіңіз? Негізі бірінші кеңес бере алатыным, бұл тек қана, допустим, осы сендер қазір оқып жатсыңдар, білім алып жатсыңдар, не надо ограничиваться только теми знаниями, которые вам дает это заведение. Понимаете? Потому что сколько у вас длится пара? Час 20? Да? За час 20 невозможно передать все то, насколько обширна медицина. Да? Тем более, если вы медики, вы должны еще быть очень классными психологами. Правильно? Потому что за каждой проблемой, с которой к вам придет ваш пациент, стоит какая-то другая, более большая проблема. И я вам советую, вы сейчас, у вас такое классное время, когда у вас есть свободное вроде бы как время, да, там иногда, и не зависайте в ТикТоке, не зависайте в Инстаграм, не пишите всяким
звездам гадости в комментариях, да? Посвятите это время самообразованию. Как я сказала, очень много сейчас информации. Изучайте, слушайте. Дальше. У вас очень много возможностей продолжить ваше образование за рубежом. Английский. Возьмите себе вот, за правило выучить английский к окончанию своего колледжа. Сколько вы? 4 года учитесь в колледже? За 4 года можно офигенно заговорить на английском языке. У нас очень мало менеджеров в сфере медицины. У нас нет понятия healthcare management, да? Менеджмент здравоохранения. У нас главврачами кто становится? Бывший врач. Извини меня, он знает, как, я не знаю, там, аппендицит вырезать. Что это имеет общего с менеджментом? Менеджмент – это наука, и ее нужно знать. А healthcare management – это очень обособленная наука, и она большая. Люди всегда будут болеть. Поэтому то, что вы выбрали себе такую профессию, это круто. Может быть, кто-то из вас решит, ну вот для меня быть практикующим медработником неинтересно. Идите в healthcare management. Ищите варианты для себя, получайте образование за рубежом, да, не знаю, какие-то, может быть, есть обмен опытом, я уверена, что это все есть. Спрашивайте у ваших педагогов, а что вы можете порекомендовать еще. У меня, знаете, когда мы учились в нархозе, нам было так, лектор приходит и под запись нам диктует, на-на-на, мы записали, потом на экзамен пришли, ровно все то, что мы в тетрадке записали, ему рассказали, он поставил нам 5 иди. Еще проверил, лекции все есть или нет. Какая система образования за рубежом? Очень много дается на self-study. И все, что вы будете изучать, пусть это будет право, пусть это будут какие-то лекции по искусству, пусть это будут какие-то подкасты, пусть это будет просто книга, которую вы прочитаете, это потом, через какое-то время скажете, слушай, а я вот так поступил, потому что я вот то выяснил оттуда. Или, например, там, кто-нибудь из мальчишек скажет, слушай, да, ты знаешь, что есть постфактум таблетки, защищающих тебя от заражения ВИЧ? Иди и возьми. То есть не нужно рисковать собой, да? Вот. И вся информация, которая может быть вам полезна, старайтесь ее приобрести. Все? Да? өнер репертуарыңыздағы сіздің өзіңіздің сүйікті әніңізді айта кетсеңіз және оны орындап берсеңіз. Кішкене алып жатырмын, Ирашинаға айтқам, келіп ән айтам деген ой болған, бірақ қазір бронхит. Сіздер бір нәрсені дайындадық деп айттыңыз, әнді айтайық деп айттыңыз. Иә. Ага. Қайсысы? Иә. Қанат мısın? Ну, жарайды айтып көрейік. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Сіз екеуіңіз боласыз ба? Жоқ. Бұл да гендерлік стереотип. Кафеге жалғыз бір өзің бара алмайсың.
Ойымызда бір серігі бар. Ұнап па сіздерге? Негізі ең сүйікті әнім қандай деп сұрақ болған. Ең сүйікті менің әнім ол ата әжеме арналған ән. Ата әжем. Сіздерде білмеймін, телефоннан выход бар ма? Музыканы қосуға. Менде минус барды. Соны қосылса, телефоннан қосуға болса. Телефоннан қосып жіберсін дейді. Қосылмайды? Bluetooth? Отбасылық құндылықтар туралы айта кетсек, мен негізі традиционный казахский семьядан шыққанмын. Қармақшы ауданында туылғанмын. Қызылорда облысы. Қызылорда облысынан біреулер бар ма? Бар? Иә. Сол қорқыт бабамыз жерінен шыққан мен сосын Қазалы ауданында тұрғанмын 11 жасыма дейін. Одан кейін Қызылорда қаласына көштім. Қызылорда қаласында 5 жылдай тұрдым. Негізі мені Қызылордада қазір далаға жіберсе мен адасып кететін шығармын. Ондай қатты Қызылорданы танымаймын да. Сол ата әжемнің қолында өскенмін. Ата әжемнің махаббатына қалайсың толы куә болған адаммын. Және ағаларым, інілерім, сіңлілерім, бұл бәрі мындай когнитивные отношения деп айтады ғой, эмоциональный связь. Мені ол неге байытты деп айтсам, өйткені мен неше түрлі махаббат сезімін көргенмін өмірімде. Ата әжемнің махаббаты, для них я была самая лучшая, самая прекрасная, да? Ешкім мәнім жоқ, ни одного недостатка не было для них. Папа мамамның, ағаларымның, апаларымның, ол да бәрі өте үлкен бақыт, үлкен байлық мен үшін. Менің екі ағам бар, менің племянниктерім бар, оларды өте қатты жақсы көремін. Және ата әжемнің қайтыс болғанына 30 жыл өтсе де,
ол кісілер жасаған нәрсенің ісін әлі күнге дейін мен көріп жатырмын. Олар берген тәрбие, менің кішкентай болсам да олар маған әңгімелерін қоймастан айтатын. Бір құлағыма кіріп екінші құлақтан ішіп кетсе де бір жағы қалған деп айтуға болады. Ішіме түсіп, қазір менің білімім болып жатыр. Поэтому осы әнімді атам әжеме арнағанмын. Қоса алсаңдар, дайын? Телефон уже сіздерде. Just
салып жіберіңіздер. Кешіріңіз, сәби болып келеді деген өлеңді айтып бересіз бе? Мен, честно, қыздар, сіздерге хоть 10 өлең айтып беретін өзен медиктерсіздер алып жатырмын, укол система алып жатырмын, поэтому осы сіздердің құрметтеріне және мынандай керемет кездесу болып жатқан үшін әнімді айтып бердім. Басқа енді айта алмаймын. Мына жерде сұрақ бар. Жалпы жеке сұрақ қойсам, осы адам баласында қиындық болады. Сіз өміріңізде қиындық болған шығар. Сол кезде сіз мотивацияны кімнен аласыз, немесе кім береді сізге? Негізі біз осы өмірге жалғыз болып келеміз. Және қиын жағдайларға ұшырағанда біреуден әрине көмек бар болса, ол жақсы. Ал жоқ болса, тек қана өз-өзіңізге жүгіне аласыздар. Менде бір мынандай список бар да. Мені не қалай айтсам, жақсы бір эмоция маған не сыйлайды. Что меня восстанавливает, шаршасам. Ол ұйқы, мен ұйықтап алған жақсылап. Жақсы өзіме дәмді, өзім сүйетін тамағымды жасап жеймін. Және практикируемін деймін. Жалғыз өзім. Музыкасыз, кітапсыз, подружкасыз, жалғыз өзім. Және йога, ән айту, би билеу. Адам өз-өзіне таңдау керек. Маған не көмектеседі. Және енді бір конфликт болып жатса, қиын жағдай болып жатса, мен оны өзгерте алсам, соған өзгерту үшін бір қадам жасаймын. Ал мен оны өзгерте алмасам, оны қабылдаймын және бұдан қандай сабақ алу мүмкін деп қараймын. Өйткені азаннан кешке шейін шашымды жұлып жылап жатсам, бұл проблеманы шешпейді. Дұрыс па? Дұрыс. Бұл болды енді, болғаны болды деп оны қабылдасам, бұдан қандай жақсы сабақ өз-өзіме алсам деп сұрасам, табылады. Сұрақтарыңыз болса? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Бүгінгі беріп жатқан кеңестеріңізге көп рахмет. Енді шүкір Аллаға, менде бәрі жақсы. Мен сіз туралы бір сұрақ қойсам болады ма? Мысалы, әлемдегі қандай адаммен сіз түскі ас ішуге барар едіңіз? Қандай адаммен мысалы? Сізбен егер барам деп тұрса. Және не себепті барар едіңіз? Енді әрине менде сіздер сияқты өзім кумирларым бар. Мүмкін Мэрил Стриппен кездесер едім, Анджелина Джолимен кездесер едім. Өйткені олар мен үшін ролевый модель деп айтады ғой. Қазақстаннан ше, мысалы өзіңіз? Қазақстаннан мен негізі кездесетін адам қолжетімді ғой Қазақстанда. Өзім сыйлайтын, кездескім келетін адамдармен кездесіп жатырмын. Сыйлайтын олар. Қараңызшы, бұл біздерде мынандай нәрсе барды, как будто бы біздің орнымызға біреу бізге дайын нәрсені бере салады. Олай емес. Істі істеп жатсаңыздар, кішкене бір күнде бір шаг, екінші шаг істеп жатсаңыздар, ол сіздерді бір жерге, жақсы жерге әкеледі. 5 жыл бұрын мен өзімнің қоғамдық жұмысымды бастадым. Сол кезде мен ойладым ба, Найробиде Ләззат Мирашевнамен кездесетінімді? Жоқ. Сол кезде мен ойладым ба, мен 8-ші республикалық гражданский форумды ашамын деп, Астанада өткен. Оны ашқан мен жапқан бірге бір сахнада тұрдым. Тек қана өзімнің мынандай идеям болып, passion
passion деп айтады ғой, иә, ағылшынша, қазақша, орысша қалай? Желание. Вот. Желание оставить свой след, желание сделать какой-то вклад, да? Үлесімді қосу үшін, ізімді қалдыру үшін істеген нәрсе біреуге пайдасы тисін, зияны тимейді, мен точно білемін. Так что сіздерде сондай сахнаға, сондай адамдарға да жете аласыңдар. Сүйіп оқыған ең сүйікті кітабыңыз? Мен негізі қызықты нәрсе, кішкентай болғанда мен кітапты ондай қызықты оқымайтынмын, жақсы көрмейтінмін. Мен принцесса, актриса, танцор болып жүргенде уақытым болмай кішкентайымда. Бірақ өскен сайын сұрақтар болып, көбірек сұрақ туындағаннан кейін жауаптарды іздей бастадым. Онда кітаптарды таптым. Есть такая пословица, ну или как сказать, высказывание, что вовремя повстречавшаяся книга может спасти вашу жизнь. Вот честно. Я читала очень много книг, и я читала и какую-то просто популярную литературу, да, я читала очень интересные классические книги. И если сказать, какие книги отложили на меня отпечаток, это вот «Бесчестие» Джон Максвелл Кудзея, это «Возлюбленная» Тони Моррисон, которая рассказывает нам про ужас рабства. Человечество не придумало ничего хуже рабства. И там главная героиня, она нарисовала ультреды, потому что она не хочет, чтобы... Она знает, что ее ждет. Она не хочет, чтобы ее дочь стала рабыней. Для нее это выход. Что еще я могу сказать? Мне очень понравилась книга Джона Стейнбека. Это «Гроздья гнева». Она начинается очень занудно, но в конце ты понимаешь, что те люди, которые, живя в одной Америке, да, во времена Великой депрессии, с голодных регионов переезжали в другие, это про миграцию внутреннюю. Не мне верно, Алматыға келдіңдер, понаехали, или там жақсы өмір іздеп барады ғой, правильно? Если олардың тұрып жатқан жерлерінде бәрі керемет болса, ешкім шетіне көшпейтін еді. Сол жерде сол проблеманы көрсеткен. Олар Американың ішінде, басқа мемлекетке емес, Американың ішінде миграциялап жатқанда, басқа жерге барғанда оларға қатыгездікпен қараған. Для них, вы понимаете, там люди голодают, а для других лучше сжечь еду, чем отдать тем, кто голодает. И бұндай кітаптарды оқып жатқанда сен сөйлей бастайсың про проблемы уязвимых слоев населения, про людей в тяжелой жизненной ситуации. Даже когда я вижу новости, что вот помните, была новость, молодая женщина выкинула своих 3 детей, а потом скинула с ними. Есть даже такой феномен, да, что женщина, она считает, что ее жизнь невыносимая, и у ее детей она тоже невыносимая. Это психическое отклонение, она себя объединяет с этими детьми. И когда начинают искать виноватого, ребята, в 80% случаев доведенных суицидов это ментальные проблемы. Вы медики, как я вам говорила, вы должны быть психологами. Придет к вам кто-то, вы точно должны знать, что этому человеку нужно оказать помощь. И какую не только укол сделать, а возможно просто выслушать. сәлеметсіздер, қош келдіңіз. Және менің қоятын сұрағым, бақыт деген сөз қалай түсінесіз, және бақыт туралы сіздің идеяңыз қандай, соны жеткізсеңіз. Sex and the City на корне демо? Sex and the City. Секс в большом городе, фильм, кто смотрел? Да. И там был такой момент, очень мне понравился, там была героиня Шарлотта, да, которая такая вся помешанная, вся такая идеальная, и у нее муж, дети там орут, у нее там что-то она так печет, ее испачкали, куча проблем, и ей потом задают вопрос, а ты счастлива?
Она говорит, да. Он говорит, а ты каждый день счастлива? Она говорит, да, каждый день. А потом подумала, говорит, может быть, не каждую минуту, но каждый день. Поэтому я счастлива вот сегодня прийти к вам. Да. Сіздің өміріңізде сатқындық болды ма, мысалы жақын достарыңыздан? Әрине, ондай нәрседен ешкім не защищен. Сатқындық болды, достарының жағынан да, өзін сүйген адамның жағынан да. Бірақ оның бәрінен мен айтқандай мәселе неде? Ой, мені біреу, в общем, предал, обидел деп, өзін құрбан есебінде сезіп болады кішкене ғана уақыт. Бірақ одан кейін өзін алып, қолына алып, маған біреу келіп сен недостойная или тағы басқа бір сондай сөздерді айтып жатса, мен өзім туралы бәрін білемін. Мен қандай адам екенімді, чего я стою, да? Что я делаю в этой жизни. И ешкімнің маған істеген әрекеті, нәрсесі мені өз-өзімнен айырмайды деп айтуға болатын шығар. Большое спасибо за то, что нашли время для сегодняшней встречи, за то, что поделились своим жизненным опытом, а также несли вклад в процесс общества и предоставили нам подрастающему поколению новую и нужную информацию. Что бы вы посоветовали нашим студентам для того, чтобы создать большое общество и благополучную семью? Не быть равнодушными, ребята, это единственное, что я могу вам сказать, потому что что нас убивает, это равнодушие, да? Просто обратить внимание на человека, который находится рядом, спросить, как у него дела, спросить, как дела у тебя у самого. Вот. И в первую очередь стать самому себе лучшим другом, знать, чего ты хочешь. И знаете, вы имеете право на ошибки, это тоже надо себе позволять, потому что нас растят, нам говорят, что мы должны быть идеальными, хорошими девочками, мальчиками, да? Не дай Бог там никого не расстроить. Просто если случилась какая-то проблема, прийти к родителям и сказать, я знаю, ты сейчас будешь очень сильно расстроен, но я должен тебе это сказать. Потому что родители — это единственные люди, которые вам помогут. Да, они нас поругают, может, по башке даст пахан, да, там, бывает же. Но, в конце концов, сендердің проблемаларын тек қана сендердің әке-шешелерің көмектеседі соны шешуге. Сол кезде сендер өздерін ересек қыз ер бала сияқты көрсетесіңдер. Өйткені, во-первых, берете на себя ответственность, признаете, что мындай проблема бар, мен оны шеше алмаймын, асқындырып жібермеу үшін мама, папа сіздерге келіп айтып жатырмын. Немесе ректорға келіп, педагогқа келіп, дағдарыс центріне звондап, кім болса да қандай көмек іздесе де ол табылады. Еще, да, я хотела бы сказать такую вещь. Я вижу, что у нас очень активные девочки. Я была в Ниш, в Казларде, и там, знаете, была такая доска почета. Президент школы, девушка, министры, премьер-министры, девчонки одни, да? Золотые медали в основном получают девчонки, с красными дипломами заканчивают университеты девчонки. Но потом наши девочки растворяются, у нас всего лишь 2 министра женщин. Да, и я верю в вас, и мальчики, и девочки, и я хочу, чтобы когда-нибудь, через там 20 лет, кто-то из вас ко мне подошел и сказал, мы с вами в медколледже встречались, а я сейчас вот такой вот добился.